Білемін демей, олар сізге ауылда әлі ғали тұрмыш алып барыптан жегітіміштерге, ешерге болған көрсеттілер деп білеймін. Қаменде аңды мысалдар біздің районымызда ол шексіз бек көп, бехисап. Ғымен ештерге қарата енді ол біздің ел көлемінде, республика көлемінде де бек көп программалар ішлеп келе. Ол бәлки жетерлік түгілдір енді, бүтін кішітілеген шауып түгілдір. Осылай бұларға қарамастан аңды программалар, түрлі форумдар, түрлі бәйгелер, өзіміздің районымызда районофист конкурстары, башқа түрлі форумдар, ештер біле ұшырашулар өтіп тұрады. Енді еш кішілердің инициативағыз сіздің яқтан көбірек керек деп санаймын. Сөзде жоқ, бүтін тігітлігі әйбін іштеп тұрып болмайды. Раның тұрмыш болғаш түрлі ауырлықтары да бұла. Ешілердің аларының күші, қуаты, қамелдің таңғысызлығы бар. Енді бір толпылып қана барып шыққан ашында қабаттағын ол мәселе кері қойтып іштеп болады деп білемін мен. Өді ұшырашулар ұшырақ керектір. Мәғылман енді ұзып барушы ел районымыз үшін неге район болды дегенде бірінші сөз бір айтып өтесім келе. Енді ол оңашты елдердің бірісі болды. Енді бүтін дүния көлеміндегі коронавирус пандемиясы есеп қалмағанды, шолай бет. Енді ол бізге ғана түгіл, бүтін дүнияға қабылдатылған шошынды афат. Енді үмітленеміз келесі ел дайындағының шегініш жылы болар деп. Осылай бұлай қарамызда енді ол бүйректі алды ештегілерінің біздің арамыздан бек көбісін алып кетті. Осылай бұлай қарамастан тұрмыш бара, тұрмыш қайнай. Енді ауыл қожалығы районы бұларақ әтесім келеген құрылықты елдерінің бірісі болды. 2010 жыл біздің соңғысы құрылықты елдерді. Мына Қаменде 2021 жыл, сол 10 жыл дәрежесінде құрылықты ел болды. Елі құрыл болса да, енді соңғы елдерде өскен техника, қолданылышы технологияларының күшеюі нәтижесі бұларақ баштамалар қолдану. Енді түрлі яңа агротехник алымдар қолдану, суару барысы бірге енді біз тілеген оңышылмаса да алдағы елінің ярты оңышын біз жиып аlalım.